Сәлем достар, бүгін біз балаларға есік алдына көктемде күзде киетін күртеше тігіп үйренеміз. Ол үшін екі бүктелген матаға балаңыздың футболкасын қойып, сабынмен айналасын 1,5 см артық ала отырып, сызып, қиып аламыз. Бұл бізде арты дәл осы артын тағы бүктелген матаға қойып, алдыңғы бөлікті қиып аламыз. Айырмашылығы алдыңғы бөліктің мойын ойындысы 8 см-ге терең, ал арты 3 см-ге терең болады. Және байқасаңыздар, алдыңғы жағында 1 см немесе 1,5 см-дей артығымен аламыз. Кейін осы жерді екіге бөліп қиып тастаймыз, өйткені бізде алды ашық болу қажет. Әрі қарай осы қиып алғандарымызды астар матаға қойып, еш сантиметр бермей, жай ғана қиып аламыз. Бұл бізде күртешеміздің астары болады. Енді жеңімізді пішу үшін баланың тоқыма жемпірінің жеңінің қырын екі бүктелген матаның қырымен сәйкес қойып, сабынмен артығырақ алып, сызып қиып аламыз және астарында дәл осылай қайталап қиып дайындаймыз. Күртешемізді сырып тігу үшін бізге сабын және сызғышпен видеодағыдай ромбик шығатындай етіп тік сызықтар сызып шығу керек. Алдын артқы бөліктерін, жеңдерін дәл осылай сызып дайындап қоямыз. Және бізге күртешемізге синтепонды видеодағыдай қиып алып, матамызға булавкілеу керек. Қазір машинкаға тіккенде сырғып кетпес үшін. Міне мен машинкаға тігіп отырмын. Жай ғана түзу сызықтар арқылы тігеміз. Өте әдемі шығуда. Осы жерде айта кетейін, егер сіз тігінге қызығып жүрсеңіз, YouTube-дағы тігін туралы видеоларды көру арқылы көп дүниелерді үйрене аласыз. Бірде-бір жасау арқылы тәжірибеде жинайсыз. Ең бастысы ниет, үйренем деген ниет болу керек адамда. Қараңыздар, мына жерде мен күртешені артқы жағынан тігінен бүктеп, ортасынан бастап иық тігісіне дейін өлшедім. 10 см болды және осы иық тігісінен алға қарай тағы да 11,5 см болды. Қазір тік жаға жасаймыз. Ол үшін матаны екіге бүктеп, осы бүктелген жерден бастап 10 см және әрі қарай тағы да 11,5 см сызып аламыз. Ал енді енін 4-5 см қыламыз. Жағаның төменгі ұшынан мына 11,5 см біткен жерден
жоғары қарай 2,5 сантиметр көтереміз. Және манағы 10 сантиметр біткен жоғарғы сызықты 11,5 сантиметр біткен жоғарғы сызықпен қосып бұрышын доғал етеміз. Және осы астыңғы жағаны, алдыңғы бөліктің астыңғы жағынан 0,5 сантиметр түсеміз. Және жоғарғы жақтан тағы да 0,5 сантиметр түсеміз да доғал қылып келтіреміз. Бұл бізге мойынға жабысып әдемі болып жату үшін. Әрі қарай осы сызғандарымызды қиып алу үшін матамызды булавкілейміз, сырғанап кетпес үшін. Содан кейін барып қиып аламыз. Бұл бізде жағаның бір ғана бөлігі, екінші бөлігін матаға осы қиып алғанымызды қою арқылы бастырып сызып шығамыз да қиып аламыз. Жағаның сыртқы бөлігіне синтепон саламыз, одан бұрын ромбик қылып сызып аламыз. Жағаның іші мен сыртын оң жақтарын беттестіріп, біріктіріп, булавкілеп тігеміз. Одан соң видеодағыдай оң қаратып, тағы да булавкілеп, жаға жылжып қисайып кетпес үшін шеттерін бір тігіспен тігіп шығамыз. Әрі қарай жағаны кеуде бөлігіне тігеміз.
әрі қарай жағаны кеуде бөлігімен тігеміз. Ол үшін манағы артқы кеуденің бөлігінің жоғары жағынан, мойын жағынан ортасын тауып алдық қой. Соны жағаның дәл ортасымен сәйкес етіп булавкілейміз. Сосын оңға қарай булавкілеп шығамыз. Жаға біткенше және ортасынан бастап солға қарай тағы да булавкілеп шығамыз да машинкаға тігіп аламыз. Әрі қарай жеңді сырып тігу процесі манағы кеуде бөлікті тіккенде болады. Жіп матаға түстес алынады. Менде матам турецкий велюр. Міне мен жеңді сырып тігіп болдым. Енді оны кеуде бөлігіне байланыстырып тігеміз. Ол үшін мен екі жан тігісін ашық қалдырдым да иық тігістерін біріктіріп тігіп тастадым. Әрмен қарай осы кеудеге жеңімізді булавкілеп, содан кейін машинкаға тігіп аламыз. Содан кейін барып жан тігісін және жеңнің төменгі жағын біржолата тігеміз.
Міне мен екі жеңді де тігіп қойдым. Қазір ғана балама примерка жасап көрдім. Бойдағыдай шап-шақ болып тұр. Әрі қарай астарымен қосамыз. Алдына мен түйме саламын. Сіз замок салсаңыз немесе түйме салсаңыз да болады. Видеода астар бөлігінің арты мен алдын қосып, және бір жеңді қосып қойдым. Екінші жеңді де кеудеге булавкалеп барып тігеміз. Егер сізде булавка болмаса, ине жіппен тіге берсеңіз болады. Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Енді күртешемізбен астар бөлікті біріктіру үшін бір-бірлеріне оң қаратып аламыз. Содан кейін манағы артқы кеуденің ортасы мен астар бөліктің артқы кеудесінің ортасын сәйкестендіріп булавкалейміз. Және оң жаққа етегіне дейін булавкалеп шығамыз. Содан соң манағы ортасынан сол жаққа қарай тағы да етегіне дейін булавкалеп шығып, машинкада бір сызық, бір түзеу сызықпен тігіп шығамыз. Күртешеміздің алдын булавкалеп отырған кезде түймеге арналған ілгіштерімізді салуды ұмытпаймыз, немесе замок салатын болсаңыз, замок салып кетуді ұмытпаймыз. Әрі қарай машинкада тігіп болсақ, күртешемізді оң қаратып аламыз, жеңді де оң қаратамыз. Осы кезде астарының жеңінде алып шығамыз. Примерка жасап қарасақ, немесе үстелге қойып қарасақ, жең астары артық болып шығып тұрады. Оны қиып алып тастаймыз. Сосын жеңнің тігіс түскен жерінде астары мен жеңді
оң жақтарын беттестіріп булавкілейміз, теріс айналдырамыз күртешемізді қайтадан, және жеңді бір-бірлеріне оң қаратып, астармен негізгі бөліктің жеңін бір-біріне оң қаратып, сәйкестендіріп, барынша булавкілеп және машинкеде тігеміз. Міне күртешеміздің жеңі әдемі болды. Еңі алдын қарасақ, астары шығып тұр. Оны дұрыстап сыртынан булавкілеп шетінен тігетін боламыз. Бұдан бұрын етегін дұрыстап аламыз. Етегінің астары едәуір артық болып қалады. Оны сабынмен сызып, қиып алып тастаймыз. Сосын теріс қаратып, теріс жағынан етегін булавкілеп тігеміз. Ортасынан 10 см ашық қалдырамыз. Ол қайтадан оң айналдыру үшін қажет болады.
міне мен бір жағын булавкілеп, бір жағын ине жіппен тігіп алып, оң қаратып қалай шығып жатқанын көрудемін. Артық кемшілігі жоқ, бәрі түзу шығып жатыр. Әрі қарай машинкада тігеміз. Осы күртешеміздің алдыңғы жағында көк түсті матадан астары көрінбес үшін шетінен 1 см ала отырып түзу тігіспен тігіп шығамыз. Күртеше дайын болды. Егер видеомды соңына дейін қарап сізге пайдалы болса, лайк қойып, каналыма тіркеліп, все деген жердегі колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Әрбір жаңа видеомды жібермей қарап отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Рахмет.